Мен атағымда жоқ та үй деген. Оған ештеңе төлемеймін де, ештеңе бермеймін де. Бармаймын, мама бар үйде менде. Жоқ, ол жерде түсінікті. Келіп тұр жаңа сен бармайтын. Жоқ, не үшін не екен ол қараптан қарап заңсыз өтті ме? Білмеймін енді. Әйтеуір оладікі заңды болып тұр ғой. Заңды болып келсе болды емес деймін. Заңмен келіп тұр ғой. Енді мен айтады, сен жаңа бармайын дедің бе? Бармайын дедім, иә. Айтады, сен тыңдайды ғой, ауылдың ағасысың. Жүршіш бөлер бір рет, екеуміз қатар сөйлесеміз. Жоқ, келсін өздері. Көрсін. Олар сұрап бітпейді, мен білемін ғой бұлар. Жоқ, мен барамда сөйлесем. Қамалғанда да алып кетті, былай да алып кетті. Жоқ, нетем ғой. Жоқ, қарашы ал. Бірінші ана участковый жіберіп тұр, арамдардан қарашы. Екіншісі тұр. Міне әлеуметтік желіге жаздым міне қазір. Ізмағамбетов мырза, біз шақыра бермеңіз, мен үйдегі адаммын, анамды қарап отырған адам. Ізмағамбетов деген. Ізмағамбетов қой бастығы. Новыйдан келген. Новыйдан келген. Сол ғой жіберіп тұрған. Білмеймін, іштегі жігіттер сен білмеймін, енді жіберсеңіз премьер-министр жоғары жаққа шығамын қайта-қайта. Мен көрші келіп тұр, кәсіпкер мырза. Қайта-қайта жүре бермейміз, бүгін демалыс күні, Астана күні. Неғылған адамсыздар. Олардың жұмысы неге нетпейді. Жоқ, қылмыс болса екен бір, қылмыс болып, осы адамдар қылмыс болса, алтауына мен жауап беретіндей болғанда, олар маған келмей тұр, не айтады екен, олар саған түсіндіреді ғой қазір. Не айтады екен? Сөйлесейік, мен қасыңда боламын, Коля. Жоқ, не айтқан деді. Мен мына үйде шығарып жібердім, болды, басқа мен не үшін баратынын білмей тұрмын мен. Жоқ, келсін өзі, барма деймін құрсын оларға. Келсе де барасың ба? Бармаймын, келсе де бармай, қама, бай алып кетілер дедім, спецтан шақырып. Мен қылмыс жасаған жоқ бұл өзбектер. Шығарып жібер десе, шығарып жібереміз. Бұлардың кінәсі жоқ. Енді кінәсі жоқ болса сол. Жоқ, бармаймын мен. Мен нетем, өзіме келіп тастайын. Жоқ деймін, бармаймын деймін. Мен бір жағынан, екі жағынан ісіп кетті, ауырып тұрмын. Мен мәңгі дүкенге де бармаймын. 80-дегі кемпір барады үйдегі. Енді ертең тағы да айқай шу. Жоқ деймін, ақша айқай шу соған шығару керек, соған жеткізу керек. Әлеуметтік желі, мен просто менде көп қарамайды әлеуметтік желіні. Әлеуметтік желі менде не жоқ болып тұр ғой, адам жоқ болып тұр ғой менде. Қандай резонанс толтыратын. Олар деген қара істеп тұрған қарашы, екінші олар деген демалыс күні істеп тұр ғой, көрдің ба? Жоқ, демалыс емес қой, демалмайды ғой. Жоқ, қылмыс жоқ. Жоқ, қылмыс бірдеңе болса екен. Просто сөйлесеміз дейді. Жоқ dey, білем ғой. Жоқ, қылмыстық ештеңе жоқ ол жерде. Қылмыстық ол жерде ештеңе жоқ, Коля. Жоқ, білем ғой. Просто сенімен сөйлесіп, алғы. Сосын қайда жоқтар салу. Кешегі мені оқыдың ба мен жазғанымды? Жоқ, ол басқа, ол басқа. Сол неге саласың осыны ұят нәрсе ғой. Ол соқпайды ол. Ұят нәрсе ғой дегенім. Сондай жайлы сияқты менше. Жоқ деймін, ондай жай болса өздері шақырады деймін. Шақыртты ғой енді. Жоқ, өздері келеді, өздері кәні повесткамен келеді. Повесткамен келсе де бармаймын мен. Мен бірден қылмыс істеп жатқан жоқпын. Өзбектер сіз айтқансын кіргіздім. Ал сіз өз келесіз, мысалы төлеген жоқ. Мен де айтамын оларға, жайлап айтамын. Жоқ деймін, бүгін демалыс күні ғой, демалыс үйде. Ода тұрған емес, олар өздері көрдің ба? Дұрыс қылмыс жасаса оларға бармайды. Қарапайым адамдарды жұмыс істеп жатқан адамды алып кетіп тұр. Олар енді былай шекарадан өтіп келіп отыр ғой енді. Жақсы түсінсейікші. Жоқ деймін, өздері келсін, өшері қаттама толтырып бердім бағана. Басқа жаңа дейді, әлеуметтік алып тұрдым, бармаймын. Вообще бармаймын, иә. Жазылып жатыр мына жерде, мен қараптан қарап мен істеп жатқан жоқпын. Қызық әбден бай адам жүр. Сіздің бір қателігіңіз болса екен. Қараптан қарап. Намаз оқи жатқан бәрі қалыпты. Құрманғазы, ішкі істер бастығы неге жібере береді түсініп тұрған жоқ. Мен өзбектермен заңсыз ұстап отқан жоқпын ғой. Босаттым, болды, жібердім. Мына Еркінбек Қалиев келді. Жаңа түсірдім. Енді мамам естіп қалды, мамам уайымдап жатыр.